Саламатсыңдар ма, балалар, отыра қойыңдар. Қош келдіңдер. Сабағымызды бастамас бұрын біз топқа бөлініп алайық. Барлығымыз ортаға жиналамыз. Атомдар мен молекулалар тәсілі арқылы. Атомдар, қозғаламыз, жүреміз, қозғаламыз. Молекулалар үштен. Атомдар, жүреміз, орнымызда қимылдаймыз. Молекулалар төрттен. Молекулалар алтыдан. Жақсы. Осы бөлінгеніміз бойынша екі топқа отыра қояйық. Қаны келе қойыңыз. Жақсы, сабағымызды жалғастырамыз. Үй тапсырмасын сұрау барысында сендерменен мен стикердегі диалог тәсілін қолданып үй жұмысын сұрағым келіп тұр. Тақтаға шығып, стикердегі берілген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Өткен сабақта біз сендермен экология туралы оқыдық, тыйым сөздер туралы оқыдық, иә? Ал іске сәт 1 минут мен сендерге бағалау парағын беріп қояйын. Бірінші топтікі, екінші топтікі. Өздерің орталарынан топ басшысын сайлап ала қойыңдар. Топ басшысы берілген жауапты түсіріп отыратын болады. Ал кеттік. Бірінші кім шығады? Бірінші, екінші топ демей. Кім шығады? Нигара шығады. Экология дегенді қалай түсінесіз? Экология бұл тірі ағзалардың бір-бірімен және қоршаған ортамен байланысын зерттейтін ғылым. Ол қоршаған ортаны сақтап, қалай оған қамқор болуды үйретеді. Жақсы, осы балаларыңыз бар ма? Тамаша, отырады. Келесі, бірінші топтан кім шығады? Шығамыз. Келе ғой, Рабия. Шәкен Айманов ол қазақ киносы мен театр ұғымындегі аса көрнекті қайраткер және ол актер-режиссер. Ал қазіргі қазақ фильм киностудиясы кімнің атында? Шәкен Айманов атында. Жақсы. Келесі Диананың жауабын тыңдайық. Қазіргі таңдағы еліміздегі экологиялық мәселе не айтасыз? Қазіргі таңда судың тапшылығы, ормандардың азаюы, Арал теңізінің тартылуы көптеген мәселелер болып жатыр. Ауаның ластануында климаттың өзгеруі көптеген экологиялық мәселелерге алып келіп жатыр. Жақсы. Ары қарай жалғастырамыз. Сан есім дегеніміз не? Сан есімнің мағыналық түрлерін атаңыз. Сан есім заттың саны, мөлшерін, реттік санын білдіретін сөз табы. Сан есім 6 түрге бөлінеді. Есептік, бөлшектік, реттік, болжамдық, бөлшектік, жинақтық. Реттік сан есімге мысал айта қойшы. 5-ші, 6-ші, 7-ші. Жақсы, жарайсың, отырамын. Ары қарай тағым шығады. Жалғас. Табиғат жайлы мақал-мәтелдер айтып беріңіз. Табиғат адамның анасы, табиғатты сүйген адамды сүйеді. Жер ырыстың кіндігі, су тіршілік көзі. Тағда таза табиғат, саулықтың кепілі деген кепілі. Жақсы, отырамын. Дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазайық.
Қарашаның 13-і сынып жұмысы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қадыр Мырза Әлі, философ, ақын. Қарашаның 13-і сынып жұмысы. Қадыр Мырза Әлі, философ, ақын. Жазып алдық па? Әр күн сайын құлшынып, әр күн сайын түле бір, мәңгі күрес тіршілік, мәңгі майдан бұл өмір деп Қадыр Мырза Әлі жазған екен. 1935-2011 деп жазып қоямыз балалар. Жаздық па? Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты мәтінді тыңдай отырып, өзімізге түртіп алып, жазбаға сүйеніп, мәтіннің мазмұнын жеткізу. 9-10 сабақта 5-ші тапсырма. Қадыр Ғинаятұлы Мырзалиев, Қадыр Мырза Әлі 1935 жылы 5-ші қаңтарда Орал облысы Жымпиты ауданында дүниеге келген. Ақын 1995 жылы Қазақстанның халық жазушысы атанды. Қадыр Мырза Әлі Қазақстан Республикасы әнұранының сөзін жазған авторлардың бірі. Қадыр Мырза Әлі 1958 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген соң, еңбек жолын балаларға арналған Балдырған журналында әдеби қызметкер болып бастаған. 1958-1967 жылдары Жұлдыз журналының редакциясында поэзия және сын бөлімінің меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактордың орынбасары, 1968-1973 жылдары жазушы баспасында қазақ поэзиясы бөлімінің меңгерушісі, балауса баспасының редакторы қызметтерін атқарды. Қадыр Мырза Әлінің алғашқы өлеңі 1954 жылы Пионер журналында жарияланған. Тұңғыш жинағы «Көктем» деген атпен 1959 жылы жарық көрген. Қадыр Мырза Әлі 1935 жылы 5-ші қаңтарда Орал облысы Жымпиты ауданында дүниеге келген. Ақын 1995 жылы Қазақстанның халық жазушысы атанды. Қадыр Мырза Әлі Қазақстан Республикасы әнұранының сөзін жазған авторлардың бірі. Қадыр Мырза Әлі 1958 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген соң, еңбек жолын балаларға арналған Балдырған журналында әдеби қызметкер болып бастаған. 1958-1967 жылдары Жұлдыз журналының редакциясында поэзия және сын бөлімінің меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактордың орынбасары, 1968 Жаңа сөздерден назар аударайық. Қандай жаңа сөздер бар екен? Ал, әдеби қызметкер. Орыс тілінде қандай әдеби қызметкеріміз? Литературный сотрудник. Өзбекше қандай? Жақсы. Келесі сөзіміз? Өзбекшеде? Жақсы. Келесі сөзіміз? Жүрек тебірентер. Ал өзбекшеде қалай деп айтсақ болады? Қандай? Дұрыс, жақсы. Келесі? Өзбекшеде? Өзбекшеде қандай? Топлама. Ары қарай? Тұңғыш. Тұңғыш. Тағы да не дейді? Тұңғыш. Жақсы. Бүгінгі біздің сабағымыздағы жаңа сөздер легімен танысып алдық. Жаңағы тыңдалған мәтін бойынша біз сендерменен жұптық диалогқа түсейік. Бір топқа сұрақ қояды, жауап беретін боламыз. Қадыр Мырза Әлі қашан және қайда туған? Қадыр Мырза Әлі 1935 жылдың 5-ші қаңтарында Батыс Қазақстан облысы Жымпиты ауылында дүниеге келген. Жақсы. Сұрақты қоя береміз. Ол қай оқу орнын бітірген?
1928 жылы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген қазіргі Әл-Фараби атындағы. Қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген екен. Жақсы. Сұрақты қоямыз ары қарай. Қадыр Мырза әлі еңбек жолын қайда бастаған? Қадыр Мырза әлі еңбек жолын Балдырған журналында әдеби қызметкер болып бастаған. Жақсы, отыра ғой. Ары қарай жалғастырамыз. Сұрақ бар ма? Тағы да кім қояды сұрақты? Ол қандай мекемелерде жұмыс істеген? Ол қандай мекемелерде жұмыс істеген дейді? Қандай мекемелерде жұмыс істеді? Рабия? Баспасөз ұйымдарында және газет журналдарда жұмыс істеген. Газет журналдарда жұмыс істеген. Жақсы, біз сендерменен QR-код арқылы тыңдаған мәтінімізді, мазмұнын түсіндік. Біз ары қарай сабағымызды мына бір нәрседен жалғастырамыз. 1932 жылы Батыс Қазақстан облысы Жымпидан ауданында туған көрнекті ақын, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының тәуелсіз құрбан сыйлығымен иегері. 1928 жылы қалында Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетін тәмамдап, еңбек жолын балалар журналы Балдырғаннан бастаған. Жұлдыз журналында поэзия және сын бөлімінің меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактордың орынбасары. 1968-1973 жылдары жазушы баспасында қазақ поэзиясы бөлімінің меңгерушісі, балауса баспасының редакторы, кейін Қазақстан жазушылар одағында поэзия секциясының кеңесшісі қызметтерін атқарған. Қадыр Мырза өмірінің кітап шығаруға арнаған адам. 1959 жылы балаларға арналып шыққан көктем атты тұңғыш жинағынан бастап, 2011 жылы дүниеден өткенше жылына бір кітаптан жариялап отырған деуге болады. Өмірінің соңғы жылдары танымалы шығармаларын жинақтап, 24 том өзі жасаған аудармаларынан 11 том құрастырған. Ақын қаламынан алдарғы сөз жайында сақал саудасы, қасқыр атқан сатиралық комедиялары, Махамбеттің ең соңғы азапты күндеріне арналған жаралы жолбарыс және әмір темір драмалық шығармалары, көктем, жаңғырақта, данышпан, сада, ой орманы, даламдары, бұлбұлдары, ақ отау, күміс қоңырау, домбыра, көш, жеңгем, қорамса, көкпар, қызыл кітап, алақан, таз сиқыры, тәрді басқа көптеген жыр жинақтар болған. Оның 200-ден өлеңі ән жазылып, күндерай деген атпен жинақ болып шыққан. Бірнеше пьесасы сахнаға қойылған, өлеңдер көптеген шетел тілдеріне аударылған. Ол менің, Румидің, Герменің, Югоның, Лермонтовтың, Эссенің, Романның 1938 жылы Батыс Қазақстан облысы Жымпидан ауданында туған көрнекті ақын, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының еңбек жолын балалар журналы Балдырғаннан бастаған. Жұлдыз журналында поэзия және сын бөлімінің меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактордың орынбасары. Туралы философ, ақынның өмір жолы мен қызметі, шығармалары туралы танысып алдық. Кітабымыздағы 8-ші тапсырмаға қарай келесі біздің тапсырмамыз кітаптағы 8-ші тапсырма мәтін бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Жалғастырамыз. Бірінші топтан бастаймыз. Кім бастайды? Мәтіннің мазмұнын. Нигара бастайды. Қадыр шығармаларындағы ерекше қасиет ол өз жерінен елінен асып басқа нәрселерді сипаттамайды. Яғни оның шығармаларында көптеген тақырыпта байқасақ болады, ол бірден көрінеді. Ол мұңда, ойда, тіпті іштегі сана сезім туралы да жазған. Оның өлеңдері әртүрлі көңіл күйді, әртүрлі алуан түрлі көңіл күйді сипаттайды.
Жақсы, ойсы. Ақынның жинақтарын оқып отырғанда махаббат, достық, ата-ана тағдыры, арман, үміт барлығы маржандай тізіліп тұр. Қадыр ана туралы да жырлары жүректі тербетеді. Қадыр қазақтың ұлы адамдары жөнінде де жазған. Олар Исатай, Махамбет, барлығын жеке жырлары бар. Ол Әл-Фараби туралы да тереңінен толғап жазған. Жақсы, отырамын. Екінші топ ары қарай жалғастырамыз, иә? Қадыр Мырза аудармашы да болып жұмыс істеген. Ол көптеген әдеби өкілдердің шығармаларын аударған. Ол орыс тілі, ағылшын, француз және басқа тілдерден аударған. Оның шығармаларының бірлері Бессонница 1967 жылы, Белая карта, Белая юрта 1966 жылы және басқалар. Ары қарай ой тізбекті жалғастырады. Бұрынғы кср халықтарынан көптеген тілдерге аударылып, Ташкент, Бішкек, Алматы және Мәскеу қалаларында басылып шықты. Соңғы жылдары ақынның 16 томдық таңдамалы шығармалары жинағы жарық көрді. Жақсы, рахмет.